Өткен бағдарламалардың бірінде Аюми тобы шетелдік байқауға аттанғалы жатқанын айтқан едік. Оған қыздар тыңғылықты дайындалуда. Қазір біз халықаралық байқауға үлкен дайындық үстіндеміз. Орындайтын әндеріміз де таңдалып қойды. Оның ішінде біздің жеке әніміз, жеке репертуардағы әнімізді орындаймыз. Ал екінші ән әлемдік хит. Оны да қыздар жазып қойыпты. Байқауға топ келер жылдың көктемінде жол тартады. Дегенмен әзірге артық айтуды қаламайды. Айтпақшы, жуырда топтағы Ақназның вокалдан сабақ беріп жүргенін әлеуметтік желіден байқап қалдық. Тіпті жарнамасын да көрдік. Сөйтсек, негізінде вокалдан сабақ беріп жүргеніме 2 жыл болды. Менің суретіммен жүрген жарнама жалған. Ол мектепте мен дәріс бермеймін. Бірақ бұл жердегі шындық тек вокалдан ұстаз атанғаным. Вокалдан дәріс беруге ару толыққанда дайынмын деп отыр. Өйткені оған білімі де жетеді мыс. Мен Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын тәмамдағанмын. Фортепиано мектебін бітіргенмін. Сондықтан менің музыкалық білімім бар. Сахнада тәжірибем де бар. Ұстаздықты тәжірибелі әнші кішкентай сәбилерден бастапты. Тіпті аяқ алысы жаман емес көрінеді. Мен кішкентай сәбилерден бастадым. Олар тіпті кейбір әріптерді айта алмайтын, тағы біреулері дұрыс сөйлей білмейтін. Құдайға шүкір, еңбегімнің нәтижесін көрдім. Айданы дәріс беруге асықпақ түгілі оны ойламайды да. Мен негізі сабақ бере алмайтын шығармын. Ал Ақназ өзіне тым сенімді. Сондықтан дәріс алуға шақыруда. Егер ән салуға үйренгіңіз келсе, келіңіздер. Еңбегіңіз жемісті болсын, ұстаз Ақназ.